Сонымен достар, бүгін 4 маусым 2023 жексенбілік авторынық Барс базарына кірдік. Арзан қатарға бет алып бара жатырмыз. Видео пайдалы болған болса, ұнаған болса, видеоның астына лайк басып қойыңыздар міндетті түрде, және өз комментарийлеріңізді, пікіріңізді астына қалдырып кетіңіздер. Арнаға тіркеліп, жазылып. Ал кеттік, бастаймыз. Сонымен достар, бірінші автокөлігіміз мына арзан қатардағы 91 жылғы Mercedes E-ка деп қойыпты. 2.3 автоматымен 2.470 сұраған бағасымен осындай қызыл түсте. Автокөліктің жағдайы осындай. Соңғы қарағанда 124 шанақта болады бұл автокөліктер. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен келесі көлігіміз достар 94 жылғы Mitsubishi Galant көріп тұрмыз. 1.8 механикасымен 1.950 арзан қатардағы автокөліктердің бірі. Іші тап-таза, салоны велюрда. Mitsubishi Galant осындай түрдегі автокөліктердің бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен әйгілі Mercedes E-ка E280 93-94 2.8 автомат 5.200.000 телефон номер назарларыңызда. Ішіндегі салоны салафонда тұр, артқы жетек. Толығымен достар, өздеріңіз байқасаңдар, тонировкада бұл автокөлік. Көліктің жағдайы енді мір сүйер қауым байқаса білет. Көріңіздер, хабарласыңыздар, осындай көлік іздеп жүрген кісілер болса. 96 жылғы Carina E 1.8 қозғалышымен механика қорапта. Бағасы келісімді деп жазып қойыпты. Иесінен сұрап хабарласып көрсеңіздер болады осы нөмірге. Автокөлік қыстық резинамен тұр. Хэтчбек 1.8. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Mitsubishi Space Wagon іздеген кісілерге осындай әдемі қою қызыл түстегі төбесінде релингі бар. Минивэн 7 орындық механика қорабымен. Осындай көлік іздеген кісілер 05 регионмен. Төбесінде люгі бар. Автокөлік өте әдемі көрініп тұр. Енді келіп бағасын білейік. 92 жылы шыққан 2 механикада екен. Сұрап тұрған бағасы 2,5 дейді. Номер телефон назарларыңызда. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Toyota Carina E алдымызда осындай ашық қызыл түсте 2 механикасымен өзінің зауыт бояуында дейді. 93 жылғы шыққан жылы 2.700.000 сұрап тұрған бағасы. 2.700.000. Байланыс номеріне келетін болсақ, назарларыңызға ұсындық. Темір дискіде жаздық дөңгелегімен автокөлік хэтчбек GLI нұсқасында. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен келесі көлігіміз Camry 20-лық 99 жылғы 08 регионмен 3.3 сұрап тұр екен. Қалған мәліметті көлік иесінен хабарласып сұрап алсаңыздар болады. Осы номер телефонына. Автокөліктің жағдайы орта. Енді көрініп тұр. 3.300.000-ге 3 миллионға да боқ болады. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Алдымызда 94 жылғы Golf автокөлігі 2.8 қозғалышымен дейді. Мынандай кішкентай машинеге 2.8 үлкен болып кетпейді ме? Автомат 2.4 сұрап тұрған бағасы дейді. Алдыңғы жетек, телефон номер назарларыңызда. Сонымен көріңіздер, осындай варианттарды бар. Трассаға шыққан кезде бұл автокөлік ұшатын сияқты. Пікір қалдырып кетіңіздер. Қалай ойлайсыздар? Сонымен достар, алдымызда назарларыңызда әйгілі BMW 39 шанақта өздеріңіз көріп тұрғандай артқы камерасымен, артында 2 можжасын салып қойған. Мотордың көлемі қанша болып тұр бұл жерде? 2.5. Мына шанаққа өте жақсы, ыңғайлы. Поросенок деп атайды. Демек, халық арасында поросенок деп атайды екен.
01 регионымен өздеріңіз көріп тұрғандай жапондық нұсқада дейді. Сол жақ рулімен. Жоқ, оң жақ. Оң жақ руль. Сол жақ. Бәсе, көлік иесі өзі білмей жатыр. Сол жақ рулімен өзімен көрсе. 2003 жылға 2/5 автомат, сұрап тұрған бағасы 5/2, телефон номер назарларыңызда. Салоны былғары. Сыртына қапшығын кигізіп қойған. Мұны көрсеңіздер болады. Механика ғой, Автомат. Автомат екен. Отступка. Мына жерде мультируль. Руль 2/6 мынау. Аха. Өзінің рулі бар. Автокөліктің жағдайы осындай, достар. Қанша сұрап тұрсың? 5/2 сұрап тұрмын. 5/2 саудасы ба? Көп емес пе 5/2? Ол аяқта 6 сұрап тұр ғой. Қой. Несімен? Артындағы несі. Енді сен маған айт, бұның сүйегінде қандай ақаулар бар? Ұрылған, соғылған, шіріген, іріген. Соғылған жерлері бар, бірақ сүйегінде ақау жоқ. Ақау жоқ. Шпаклевка бар. Шпаклевка бар ғой. 20 жыл болған машина. Соғылған жерлері бар енді. Аха. Оны жасырмаймын дейсіздер ғой. Оны жасырмаймын. Мінекей достар, осындай әйгілі BMW көлік ұнаған болса, осындай көлік іздеген болса, көріңіздер жаңағы нөмір телефонына хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, Volkswagen Passat Universal алдымызда, назарларыңызға осындай жылтыр қара түсте полировка істелінген дейді. Volkswagen Passat 92 жылға 2 механикада. Электропакет толық деп жазылған екен. Телефон номер назарларыңызда. 2,5 деп жазып қойыпты бағасын. Осындай көлік іздеген кісілерге осындай вариант бар. 2,5 миллионға. Қымбат арзан ба? Оны пікірлеріңізді қалдырып комментарийға жазып кетіңіздер. Төбесінде рейлингі бар. Автокөлік соған қарағанда боялған сияқты. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Алдымызда Карина Е қызыл ашық түсте. 1/6 қозғалтқышымен. Телефон номер назарларыңызға ұсынып қоямыз. Бағасы белгісіз. Механика қорапта. Автокөлік хэтчбек GLE комплектациясымен. Көріңіздер, көлік ұнаған болса, көлік иесіне хабарласып сұрап алсаңыздар болады. Сонымен достар, Toyota Prius сұраған кісілерге осындай 7 орындық автокөліктің бірі 91 жылға бензин 5 механика саты тұрады. 2,300,000. Қалған мәліметті нөмір телефонына хабарласып біліп алсаңыздар болады. Автокөлік таза 7 орындық GL комплектациясы деп жазылып қойған екен. Көріңіздер, көліктің жағдайы осындай. Көлік ұнаған болып, осындай іздеген кісілер болса, хабарласып қойсаңыздар болады. 2013 жылғы Toyota деп достар, Priora, Lada Priora 2013 жылға 1/6 механика. Номер телефон назарларыңызда. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Арзан қатарда тұрған көліктердің бірі осындай жағдайда. Тағы да бір универсал Passat көріп тұрмыз достар. Алдыңызда, назарларыңызда осындай 91 жылға 2,200,000 сұрап тұр екен бағасы. Хабарласу номер басы алдыңызда көрініп тұр. Автокөліктің жағдайы жақсы екен. Есіктерінен байқауға болады. Нық ашылып жабылып тұр. 07 регионымен хабарласып көрсеңіздер болады. Көлік іздеген кісілерге осындай универсал Passаттағы варианттар бар. Сонымен алдымызда әйгілі 626 Mazda 91 жылға 2 механика, 2 қозғалтқышымен сұрап тұрған бағасы 2,300,000. Хабарласатын номер телефонын көрсетіп қояр экранға. Осы номерға хабарласып қойсаңыздар болады. Енді көліктің жағдайын келтіріп қойған сияқты. 19 регионымен автокөлік. Іші де жаман емес, автокөлік байқасаңыздар. Бәрі ішінде жылтырап, есіктері нық ашылып, нық жабылар екен. Соған қарағанда әйел адам айдаған сияқты. Артында парковка бар екен.
көліктің жағдайы өз жылына супер болып тұр десе болады. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көліктің жағдайы осындай. 95 жылғы Golf автокөлігін іздеңіздерге 1.8 қозғалтқышымен автомат қорапта 2 миллион 300 сұрап тұр екен. Бағасы дилер салонда дейді. Автокөліктің жағдайы жаман емес, темір қалпақ кигізіп қойған. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Mitsubishi Galant іздеген кісілерге 93 жылғы Mitsubishi Galant 2 қозғалтқыш механика қорап 1 миллион 350 сұраған бағасы. Автокөлік хэтчбек түрдегі Mitsubishi Galant. Көріңіздер, хабарласыңыздар. 1 миллион 200-ге осындай варианттар бар. Mazda 626 89 жылғы 2 қозғалтқышымен, телефон номерімен 1 миллион 200 механика қорап. Автокөліктің жағдайы өз жасына орташа 1 миллион 200-ге осындай варианттар бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Келесі автокөлігіміз Carina E 92 жылғы 1.6 механика болса керек. 1 миллион 850 екен, сұрап тұрған бағасы 1 миллион 850 механикада. Бұл автокөлік хэтчбек. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен алдымызда 700 мыңға осындай ВАЗ-21 Жигули тұр. 2006 жылға телефон номер 747 126 1648. 700 мыңға осындай варианттар бар, достар. Ауыл арасы жүрем деген кісілерге нағыз көлік болып береді. Lada 2107. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен тағы да бір Mercedes-Benz 124 шанақта, достар, 93 жылғы 2.2 механика. Сұрап тұрған бағасы 2 миллион 300, телефон номер назарларыңызда. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Қанша сұрап тұрсын бауырым бағасы? Саудасы бар дейді, 2 миллион 300-ден түседі дейді, соған қарағанда. 124 шанақ дейді. Өз пікірлеріңізді комментарияға қалдырып отырыңыздар. Mercedes сүйер қауым, көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен тағы да бір Nexia 2-ні түсір жіберейік назарларыңызға. 2012 жылғы 1.5 қозғалтқышымен, телефон номер назарларыңызда. 2 миллион теңге. Болар жері қанша, бауырым? Келсеміз дейді. Осындай Nexia іздеп жүрген кісілерге осындай вариант бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар, достар, көлік ұнаған болса.